Түркия елі негізі ресми аталуы Түркия Республикасы. Азия мен Европа құрлықтарында орналасқан мемлекет. Жер көлемі жағынан 37-ші орын алады. Халық саны 80.810.525 адам. Тәуелсіздігін 1923 жылы алған. Астанасы Анкара қаласы. Осман империясының ыдырауының нәтижесінде пайда болды. Кіші Азия мен түбегінде орналасқан, оны Қара, Жерорта, Эгей мен Мәрмәр теңіздері жан-жақтан қоршайды. Шығысында Грузия, Әзербайжан, Иранмен және Армениямен, батысында Болгариямен, Грекиямен, оңтүстігінде Ирак және Сириямен шекаралас. Енді зілзала туралы айтайық. Біз бір түн ұйықтап тұрғанша қаза болғандар қатары 4.000-ға көбейіпті. Яғни 12.391 адам қайтыс болды. 63.000 адам жарақаттанды. Елде жер асты дүмпуі әлсін-әлсін әлі жалғасуда. Малайзия тұрғындарында да маза жоқ. Жойқын зілзала әсерінен қыртысы жылжыған жер қойнауы афтершокқа ұшырады. Ұзақ жылап өксігін баса алмаған баладай дір-дір етеді. Алла жар болып, табиғаттың тосын мінезі осымен жайланса екен. Қираған үйінді астында жаншылып көз жұмғандар көп. Құтқарушылар аз болып тұр. Және де Қазақстаннан көмек қолын созып, Түркия еліне аттанып жатқандар сиреуде. Ал Түркиядан Ресей, ақш мемлекеттеріне көмек сұрап халықтар жаппай ағылуда. Түркия еліне Алла сабыр берсін, баршасына жәрдемші болсын дейміз.